будет что рассказывать своим внукам, своим потомкам. Пока что мы видим Александра Косачева. Александр всегда привлекает к себе внимание. У него великолепная техника борьбы, огромная любовь к нашему казахстанскому национальному виду спорта. И сейчас его соперник Махсат Исагабулов попытается пройти очень грозного соперника, местного палуана Александра Косачева. Александр Косачев, Махсат Исагабулов. Алматы против Кызылординской области. Алматинская область против Кызылординской области. Міне қадірлі телекөрермен 8-1 финалдық белдесудің екеуі өз мәресіне жетті. Ширек финалдағы алғашқы кездесуде осылай басталып кеткенін, ширек финалдағылар анықталғанын көріп отырсыздар. Оның әуелі біріншісі Айбек Нұғымаров, екіншісі Дәурен Нұралейнов. Дәурен Нұралейнов Алматы қаласының намысын қорғайды. Алматы қаласының намысын қорғайтын Руслан Абдразақов жеңіліске ұшыраған болатын. Қажыбаев Ерасылға жеңіліп қалған еді. Міне енді Алматының енді бір палуаны Дәурен осылайша Айбек Нұғымаровпен ширек финалда кездесетін болып отыр. Енді Қызылорда облысының Исағабылов Мақсаты мен Алматы облысының Александра өзара бақ сынап жатыр. Бәсекенің алғашқы минутуда осылайша өз мәресіне жетті. Дегенмен де әзірге нақты бір әдіс жасап алға ұмтылып келе жатқан палуандар жоқ. Осылайша сайдың тасындай онсыз да әр аймақтан іріктеліп келген жігіттер уақыт өткен сайын осылай іріктеле береді, енді іріктеле береді. Соңында 4-ақ палуан қалатын өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне қазір Александр Косачевқа жасаған Исағабылов Мақсаттың әдісі бүгіпаймен шектелді және осылайша есеп бүкте бүк тең. Екеуі бір-бірін өте жақсы білетін жігіттер. Сондықтан бұл жерде тамаша кездесудің куәгері болатынымыз түсінікті. Мақсат Исағабылов пен Александр Косачевтың бұған дейінгі жеткен жетістіктерін айта кеткенді жөн көріп отырмыз, қадірлі телекөрермендер. Александр Косачев кезінде 2012, 2015, 2016, 2017 жылдары Қазақстан барысына қатысқан. Бұған дейінде 2015 жылы шатаспасам көрермен көзайымы сыйлығын жеңіп алған палуан еді. Осы Тимур Абықановтың бапкерлігінде бұл Александр Косачев қазақ күресінен спорт шебері, 2017 жылға Қазақстан чемпионы және қола жүлдегері. Биылғы жылға Қазақстан кубогының салмағы 105 келі, бойы 178 сантиметр. Оның қарсыласы Мақсат Исағабылов Қызылорда облысының палуаны екенін айттық. Жалпы Қызылордадан өте мықты жігіттердің шығып жатқанда өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл Исағабылов Тілеу Арланы дейтін лақабатпен шығады. Салмағы 105, бойы 183 сантиметр. Қазір міне Александр Косачев жартылай ұпайды еншіледі. Бұл Мақсат қазақ күресінен спорт шебері, 2017 жыл Қазақстан чемпионы, биылғы жылға қола жүлдегері. Екеуінің жеткен жетістіктері бірдей. 2012, 2015, 2016, 2017 жылдары Қазақстан барысына қатысқан палуан осы Мақсат Исағабылов. Екеуі теңдей жалпы дәрежелері спорттық мансаптарында қатар жалғап келе жатқан жігіттердің бірі. Сондықтан екеуінің бәсекесі әрине қызыққа толы болатыны түсінікті жағдай. Қазір ешқандай да әдіс саналмайды. Тиісінше Косачев бір жартылай әдісімен, ұпайымен алға озып шыққанын көріп отырмыз. Косачев күтпеген жерден әдіс жасайтын балуан, және бұл таза жеңіс. Косачевтың жасаған әдісін қарымта шабуылмен пайдаланып кеткен Мақсат Исағабылов. Қадірлі телекөрермен, өте тамаша
Мақсат Исағабыловтың қалай жасағанын көрдіңіздер. Косачев та құрмет көрсетіп жатыр қарсыласына. Косачев міне нағыз палуанға тән дүние көрсетті. Мінекей өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Бұл жерде әдіс жасаған әуелі Косачев болатын, бірақ Косачевқа қарымта шабуыл білдірген Мақсат Исағабылов аяқта арттан ілді де өзіне тән әдісімен осылайша жеңіске жетіп кетті. Өте тамаша. Енді Мақсат